керек алдыларына. Денлерің сау болсындар. Азыр көптің уақытында еңбегіміз сіңген болса, құрмет етіп шақырсындар, бұға рахмет. Өте ризамыз. Аман болыңдар, отбасылары аман болсын, бала шағамызға атын көріңдер. Ұзақ өмір сүріп, қызылдар бөлен жүре беріңдер. Сау болыңдар. Рахмет шақырғандарымыз. Аман есен болыңдар. Айтыңыз, ұстаздар, мектепте болған тарихтар, қызықтарды айтыңыздар. Сәлем көрдіңіздер. Өмір өзен дейді алды қосылды бұл. Әр сағаттың тұқылы бұл адамның еңбегі. Тұқыл адамның bir videosunda anlatıda say. Ben 25 yılın kız gittim jası. 25 yıl oldu. Benim özüm gezeceğe çıkanma 25 yıl oldu. Siz de geçiyorsunuz gezeceğe çıkanma. Bu adamın adamlığı ne diyor? Birbirine de yerini buladı. Bir-birini ko'z tutsa, bir-bir ko'rib tursa, bir-birini sağlanıp ko'rsib tursa, bu adam beğenmiyor. Eğer adam ko'rishmasa, ya kaleci var mı, yok mu demese, o da dünyada onun yokluğunu var. Onun için dünyaya geldiğinde en adamın yaxşı bir sağlısı yürüdüğü vakit klassas tuttu. Bir-birime sonunda bir semenin balasını eve görüşken, bu bir vakit. Sonun için klassas dostlar, bir görüşeye olsay, 25 yıllık atab öteyik deyip, toy jasap otgan ekensiler, toyların kutlu olsun. Denizlerin sağ olsun, bunun jastарын uzak olsun. Sender de sağ, aman esen bir olacak olsun. Kadek. Sakalın var mı söyle? Üniversitelerimizden sayınız. Yeni basınların sağ seviyelerine tanışmasın. Daima osunda oynayıp, kulüp şuurlarıyla ben tileklesin. Bugün bayan yana bir varsa olsun tileklesin. Dostlar, hürmetli dinlerim. Hürmetli okuşular, ne kadar uzakçılar ve sağlıklı dost kabinette o şekilde oturmasın. Hayır, arkadaş şunu borlaştır. Allah'ın izniyle çıkmayı Yani 25 yılda gelip bu şehirde işte 4 gözümüz tügel olup yine oturabilir. Yesak kövrek söyleyeyim. Bugün yani sindirgen olgan, kalay verse nasip bizge de sebebi eski alatın kun bugün. Bарлық болған кездерді еске алып, анатомияда eski temamız var, es деген tema. Кездесу кезінде кейбір уақыттарды айтқан кезде söylemestен тұрып, немен қайтару? Эмоциямен. Эмоция дейміз, эмоция түрге бөлініп кетеді. Ұстаздарды, барлық бастарын қосып, кездесу ұйымдастырған барлығы ғой негізі. Анадан келіп жатыр мұны Майраш апай, Алматыдан келіп жатыр Анар апай, Гүлмира келіп жатыр, жері білмеймін, жастарымыздан. Мари, бар Қазақстаннан.
Қазақстан әлі бұлай не қылам? Деме мәлі, мұна ынтымақтарын берсін, озылшіктерін жоғалмасын, осылай кездесулер мәңгілік болып, Құдай қаласа 4 күн жан отырамыз қазір ол жақта. 20 жылдық ақалағайлары, 20 жылдық болып отырғаларда. Сол 20 жылдық, 60 жылдық, 70 жылдықта сендерге нәсіп етсін. Сол кездерде нәсіп қылған оқушылар қатысып, сендер. Мен бұлар балалар мектепте оқатқан шығар дейсің, небелер болып деп отыр. Өтіп баратқан көрмейді. Сендер көрміз қатайын. Ұстаз дейді, бізді ұстаз десіңдер, бізді ұстаздарымыз отырды. Елімаева деген қызымыз қандай мектеп, қалай салынған, не болған? Сол үшін бұны біз естен шығарымыз керек емес. Кірберсе Махамтайды кішкене тастық қылған. Лекін сонында айтып тұру керек. Мен балаларды бір арада Парижан команда істегеннен кейін сол жерге 2 жыл келдім арада. Берді, кәді болмай қалып дегеннен кейін. Әсіресе мектебіміздің ауылда тарихын айтып ал енді сөйлей берсе сөзіміз көп, ұлты жармаса не езі болады. Ақыретті балдар болған барқалар. Енді барлық алып алматы болу шарт емес. Бұл табиғи заң. Сөйлемейтін балдардың барлығы өз орнын тауып, өмір өз жолдарын тауып, балдарын тәрбиелеп, тербетіп отырып, жұмыстарының табыс, өмірлерін ұзақ болсын. Және бір рет бана кешеден өмір ұзақ болу үшін біз жайлы болуымыз керек. Жайлы деген білесіздер ар жағына? Иә. Ата-ана өте жайлы болса, жүздесулер көп болсын. Көбірек қаншалықты бана бердеңді жақсайды. Көбірек қаншалықты кездессек, студенттеріміз үшін бір-бірімен кездессе. Мына сіздерді көріп, өте қуанып отырмыз. Жаңа сыртта оқушылар жиылып жатыр, әзілдесіп жатыр да енді. Бәрін бір жерде жүрміз, ағай шығып, стройтша деп айтсаңызшы деп қайратты болар еді ме? Сөйтмей айтын әзір, мені алып шығайын, стройтша қыламыз. 25 жыл деген ширек ғасыр ғой. Бір ғасырда 100 жыл болса, ширек ғасыр бір жігіттің өмірі туылып, үйленіп, бала-шаға болып кетеді. Мынау дендерің сол болып, ойнап күліп жүре беріңдер, айналайындар. Жаңа мынау біздің алдың толқын ағалар, кейінгі буын біздер, біздің арқамыз сендер келе беріңдер. Көп еді, кеген ақты да, дұрыс па? 4 класс, 5 класс болды, оны кейін бөліп, кейін жуықта түсіп, жәдігермен бағана әңгіме болса, жәдігер көкем танисында ғой. Бұлар өзі көпшілік еді, анау десе, жәдігер айтады, сол жылы жаңбыр көп жауғанда өзі. Жаңбыр жауған жылы бала көп болады деген. Әзір ғой. Шақыру хат келгеннен кейін 83-тер деп тұрады, көз алдымызды келтіреміз, кімдер өзі? Бұл кластың жігіттерінің, қыздарының көзінен от өзбекше айтқанда шақырап тұрады. Мықты жігіттер бар. Мықты қыздар. Шақыра беріңдер, келе берейік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді мынау Сейділә екеуміз, мен 8 декабрда туылғам, бұл 9 декабр туылғам. Бірге, қазір Шымкент қалып бірге жасаймыз, бірақ... Әсіл, бұқа деп қойды? Жоқ. Сөз болса, бұл енді бәрі құрмет қылады ғой, көкесіз сөйлемге қойды. Содан, енді, менің братчикаме сөз берейік, сендерге. Класс жетекшісі бұл. Ағайлары қазір келіп, жоқтамақ отырды маған. Әденше өшіп, түгенше өшіп. Алада есте сақтап қалған екен. Ассалаумағалейкум. Осы жерге келіп, үстіп, Аллаға шүкір, алдымен үстіп, бәріміз еліміз сау, үстіп отырғанымызға. Мен 98-99 жылдары Алла бұйыртқан екен, осы сендермен бірге болдық. Мектепте болдық, мақтада болдық, естерде бәрі есте аласында қойын. Ескі тәртіп көргеніміз біраз қатты да қол болған шығармын. Әсіресе жігіт балдарға кешірім сұрап қояйын. Барлығы әйтеуір өз баланың иесі жақсы. Біздің ауыл
ата-анамыз болды. Қай жерде өзінің үйде қыздар бар, қалың қыздар еш жерде жаман деймін, ат кетірмеген. Жақсы. Мен қарындастарыма сенемін, оқушыларыма. Не тілек білдіремін енді. Өмірі жақсарып, ұзақ болсын. Софиден еске алсақ, жақсы уақыттар екен. Тыныш уақыттар. Өмір жақтан ұзақ болсын. Бала шағаларын қызыл көріңдер, мамандық иелері болсын бала шағаларын жаңа. Айтқанда қатты қауыз ашылған екен ғой. Білесіңдер, балдарды оқытып үлкен қыласыңдар, бала тәрбиесі оңай емес, жаңа айтып кетті. Жақсы, әдеп, мінез құлық, көркем мінезді азамат етіп тәрбиеленді. Ата-ананы құрмет қылатын болса, ол деген ол. Мереке ғой енді. Құтты болсын барлығына. Едейміз енді, мына қонғанның сөзді келмей қалды. Мына кішкентай келген кездерім көз алдында. Мен бір бата берейін, үстем болсын, берейін. Бастарынан бақыт кетпесін, жамандық келіп жетпесін. Мына отбастарың аман болсын, тәрбиелі тыныштық заман болсын. Бала шағаларың өсіп, ұлғайып, сендер сияқты, ағайлар сияқты үлкен азамат болсын, азаматша болсын. Барлықтарыңа денсаулық, ағайларға денсаулық, дендеріңіз сау болсын, отбастарыңыз аман болып, немере шөберелердің қызығын көріп, ойнап күліп жүру нәсіп ете берсін. Осылай кездесулерге келіп жүре беріңіздер. Осы жүргендеріңіз қандай ғани? Келе берейік де. Енді Рахида апай сендер оқытқан болса, Рахида апай сендерден кейін ба, мен бұл жерде завуч едім, бастаушы. Бірген апаймен көп жыл завуч болып жүрдік. Кейін мен директор болған кезінде завуч едіңіз, да? Бірге сендерден кейін завуч болып кеткен апай. Апай еді ғой апай. Сендерді көріп, мен де толық отырмын. 35 жыл алсын. Бірінші классқа келгендерім көз алдымда. Ата-аналар ана класқа, мына класқа жетектеп, ана апайға, мына апайға жетектеп жүргендерім көз алдымда да. Енді менің классыма түсқанда, Гүлнұрды мамасы менің классыма жетектеп. Анаусын ана жетектеп кетеді, мынаусын. Сол күндер есімде көз алдымда тұрды бәрі. Барлығы мен үшін әлі кішкентай сәби сияқтысында. Мейлі дендерім сау болсын, өмірлерім сақ болсын. Әрдайым жақсылық күндерінде бір-бірін насip етсін. Gülsen apay söyleyin kızım Paşa'ya. Gülsen apay. Апай сіз сөйлеңіз. На русском языке. Захар апай. Тағы бір мәрте сәлем бәріне. Жетекшілер мектепке. Міне жақсы тілектер айтылып жатыр, дұрыс сөздер. Мына осы мектеп біздің өміріміздің бір бөлігі болып қалған. Мектепті көргіміз келеді, ағайларды көргіміз келеді. Мына ағай айтқанда мен осы көңілім бос. Не істесем, сөйлесем, көңілім босап кетеді. Ең жылақ апайымыздың бірі. Жылақ апайым. Ана мен завучпын енді бана планка спектакльдері. Азар апайымдерін бүйтеміз қой десем, жылай жіберді. Ағай сіз қатаң Көңілі бос, сондай. Мектептің бір бөлігі осыларды көргіміз. Сол сияқты сендер құдай қаласа осы мектепке не дейді? Көзқарастарың әрдайым осы ынтыма, әрдайым осы мектепті сағынып жүріңдер. Одан кейін жаңа Рахида айтқандай менің де есіме түскені мына коридор еді. Сендердің бірінші класста оқығандарым. Коридор еді. Не мақұл еді? Ләйла, Байза төртеуміз. Мына коридормен жүргізбей қойған біздер. Бізді көрді дегеннен жылар еді Айнұр. Қызыңызым жылау. Мына коридормен жүрмеңіздерші. Былай қайым айтамын ағылар. Вообще жүрейдер. Әртүрлі насихаттар болады. Айта берсем, мына ағайлардың бәрі айтып жатыр. Әрдайым
әрдайым сендерге бақытты емес, сендер не дейді біздің көз алдымызда шынында жас бала болып қала бересіңдер. Қанша үлкен болсаңдар да, міне қанша қыздарың уже бой жетіп, біреулеріңізге ерде артынышқанда. Әрдайым осындай жас болып жүре беріңдер біздің көзімізге. Ынтымақтарың болсын, денсаулықтарың болсын, әрдайым үйлеріңде тыныштық, қатыржандық болсын, балалардың рахатын көріңдер. Осы біздің жолымызды беріп, бізден де көп жасап, осындай 25 жылдықтарын, тағы 50 жылдықтарын, 60 жылдықтарын көріңдер. Не тілектеспіз? Алар апай, тілектесіңдеріңіз. Сағындамыз ғой, Алар апай. Қазір ұсынап айтқанда, әрбір адам сөйлегенде мен де көзімде жас шығады. Не дегеніміз? Қай жерде жүрсек те, қай елдің есінде жүрсек те, ұзақта жүрсек те, туған ел, туған жер, мектеп, бірге істеген, бірге оқыған мектеп деген, елге деген сағыныш әрқашан жүрегіңде тұрады. Қай жерге барсаң да, ол қандай дәрежедегі жоғары өмір сүріп жатқан болсаң да, бәрібір ауылға деген, көз көрген адамдарға деген сағыныш. Ауылда біреуді көрсең, сондай бір жүрегіңнен жүреді. Кеше ауылға келдім бір рахаттан, келгенімізге 22 күні біз прямой келдік. Содан бері ауылды аралап жатырмыз. Енді әрқайсының үйде отырғанда, кіммен кездескенде сондай бір жаңағы айтқандай рухани азық алып, ауылдан бір ауылдың ауасымен демалып, ішіп, суын ішіп, сондай бір рахаттанып, елге деген сағынышымыз сондай басылмай әлде сөйтіп жүрміз. Аллаға сан шүкір, сендерменен 5-6 класстардан бастап, сендерге 6 жылдан бастағаннан бастап бірге істедік, өте актив класс болдыңдар. Сендерді мені жаңағы 5 жыл еді сол кезде, сендер 5-6 класс оқып жүргенде учитель года деген жыл оқушысы деген жарыс бар, сондай болатын еді, бүкіл аудандық, облыстық. Сондай жарысқа сендердің класстарыңды алып шыққан. Ағылшын тілінен өте жақсы білетін болар. Ағылшын тілінде сказкалар қойып, алтын балықтың сказкаларын қойып, солардың бәрін видеоға алдырып, сабаққа алып шыққанбыз. Районға шығып, районнан облысқа өтіп, не қылғанбыз. Бірінші орын берген, бірақ мен бірінші орын берген емес, екінші орын алады. Жұмысым көп, уақытым жоқты. Сондай уақыттарды сендерді аз ойлап отырсам, өте активист класс болыңдар. Сондай бір бірақ әзір бүгін көрген оқты көпшіліктерін танымадым. Аллаға сан шүкір, араға салған 25 жыл сендерді сондай бір азамат жігіттер, сондай бір ер жігіттер болып, әрқайсың бір семьяның басшысы болып, бірінші балалардың ата-анасы болып отырсыңдар, өмірлер ұзақ болсын, сондай бір мағыналы өмір сүріңдер, ұстаздық қылған жалықпас үйретуден балаға деген мына ұстаздарыңыздың арқасында қаншама тәлім тәрбие алыңыздар. Біз мектепте істеген кезде мектеп коллективі қандай тамаша болатын. Жартысы үлкен ағайлар, ұстаздар, еркектер, әйелдер жартысы. Біз бір коллективіге мұғалімдердің қанасына кірген уақытта сондай толып отыратынбыз. Сондай үлкен жартысы сабаққа кеткен өзінде қалғандарымыз толып отыратынбыз. Әңгімелесіп қандай тамаша уақыттар еді. Қазіргі мектептерге барсам не ешкімнің ақысын жемейтін, ешкімнен пара алмайтын, сенің орныңа ешкім қызықпайтын, бірақ адам ешқашан естен шығармайтын оқушылардың жүректері азайып баратын мұғалімдерге әзірен бұл ақшаны білесінен бар. Бір баланың өзінің ата-анасы сияқты. Бір баладан бір жетістік естісе, сондай болып істеп жүрген десе біз қуанамыз. Өте қуанамыз сендер үшін. Сондай жетістіктерің көп болсын, еліміз аман болсын, барлықтарың аман болыңдар. Ұзақ уақыт бірге осылай тез-тез кездесіп, кездесулеріне өміріңіз болса шақырып, жағдайыңыз болса келіп, осы жерде кездесіп тұрмыздар балаңызге насип етсін. Ардагер ағайларға Аллахым денсаулық берсін, өмірлеріңіз ұзақ болсын, балдарыңыз, қолдарыңызда қызмет істеп жатқан келіндеріңіз барлығы сіздердің жайларыңызды жасап, өмірлердің ұзақ болуына септігін тигізсін иншалла. Барлықтарыңызға тағы да не айтамын? Мен айттым өткенде, араб тілінде оқыдым әзір. Араб тілінде мынадай нақыл сөз бар, біздің мәтел сөздерге келеді. Жахл лейса айбан, алекинна исрара аля жахл хаза айб дейді. Бұл дегені білмеушілік бұл айып емес. Бірінші адам ешкім білмейді, білмей жатыр, нұсқа бармай жатыр. Білімсіздік ол айып емес. Бірақ та сол білімсіздікті ұстап қалу. Жоқ, оқымаймын, мен білмеймін, маған керек емес.
деген нәрсені ұстап қалу ол айып дейді. Адам қай жаста да өмірді үйренуге, өмірден сабақ алуға, әрбір нәрседен бір не алуына, өзіне пайдалы нәрсе алуға іздену керек, оқу керек. Әрқашан біз оқуды бітірдік, болды деп тастап қоймау керек, көбірек кітап оқу керек, көбірек білім алуға өмірдің соңына шейін. Айтылған бесіктен қабірге шейін білім ізде деп. Әрқашан білімді болыңдар, білімді болған жастар қай жерде де ең жоғары жолда алда жүреді. Әрқашан мерейлерің үстем болсын, білімдерің жоғары болсын, әрқашан жүздерің жарық болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сендерде басқаратын кім? Елнұр. Вақтымыз бар ма, Елнұр? Ана вақтымыз бар ма? Бар. Әрті көйтін болмады? Өзі сеспен кетті. Дендерің сол болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Мына қосқандармен қоса қартайыңдар. Кім қай жұмыста болса, берекесін берсін. Еліміз тыныш болсын. Аспанымыз ашық болсын. Осыны отырыстар және жалғаса берсін. 30 жылдық, 40 жылдықтарда 3 кездесе берейік. Құтты болсын тағы мерекелер. Саған оқытқансың ба? Оқытқан ба? Көпшілігі мен оқытқан оқытушылар болады. Өзімді оқытты да, және мен бұл ағайлармен, апайлармен жұмыс істеу бақытына ие болдым. Не демекшімін, бүгінгі кездесулерің құтты болсын. Бұл жай ғана кездесу емес, кездесуде негізінен балалыққа қайту болады. Мұндай кездесулер көп болып тұрсын. Сол кезде оқытушы болғаннан кейін ұрысқан шығармыз, айқайлаған шығармыз. Өзір сұраймын, бірақ еш уақыт сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, қайда болсаңдар аман болыңдар. Тапқандарыңа береке тілеймін, үйлеріңе тыныштық. Мектеп салынды ғой, сөз тоқтатып қалған, мектеп салынды, ашылды. Ашылғаннан кейін Ахмет ағай Әлбәк Мағайдың қолына тапсырды мектепті. Міне өзің бияғынан ертіп барды. Бағана мектептің атырапы, оны жақсы білеміз, теп-тегіс жер, ешнәрсе жоқ. Мен айтатыным, және мақтаныш ететініміз, район бойынша мақтаныш етсек болады. Осы мына ландшафт дейміз ғой, ландшафтты, осындай дизайнды істеген Әлбәк Мағай. Әлбәк Мағайды естемеуге, Әлбәк Мағайдың әрбір неме дейді? Идеяларына тән алмай ләжіміз жоқ. Енді ағайдың немесінен біттасын айтып кетейін. Осы ауылымызда Наурыз төбе деген болған білесіздер? Кейін аталды мен. Әлбәк Мағайдың идеясынан кейін Наурыз төбе болып кетті. Наурызды бірінші бастап берген, ол кезде бердігінде қандай неп тұрған жол жағай бізде бар еді, қазіргі ағайдың барлығы сол жерге бастап тұрған. Дегенмен идеяны не қылған Әлбәк Мағай. Бір нәрсе еске аламын. Осы Наурызға бағана бір күн алдын әрекет қыламыз, байрақтарды қылып, барлық не қайдеге тұрылған Әлбәк Мағай шешесіздер неді. Бәріні бөліп береді, сен мұна кейінгі колхозға неді, мектепке нергеді. Бағанағы бәрін дайындағанымыз, қас жетекшілер баған жатыруымыз керек ол жерде. Көрпе түздікке шейін алып бәрін, бір күн алдын. Мен уақытта қас жетекші болдым бірнеше жеті-алтыға. Кейін барып маниатшы болғаннан кейін организатор дейміз. Организатор болғаннан кейін бәрі классқа жауап беру керек ана киіз үйлерге. Сол демекші балдарымыз тастап келдік. Түнде бәрін, қазан ошақ бәрін апардық. Балдарымыз сүйерде жататын болып қалған, азанда тұрсақ, енді осынша қар. Галошты көмеді. Балдарымыз түнде қар жауғаннан кейін бүркене бергені көрмесе екен. Соған кейін үйлерінен қашқан бәрі. Ана жерде ешкім жоқ. Мен үйім алып төбені түсерді ғой. Төбеге шықсам, инсан жоқ, қар басықтаған. Палаталардың бәрі еріп тұр дейді. Соған енді не қыламыз енді? Мысалы үшін, кімге салса да тоқтатады енді ол кезде. Адам жүріп болмаса, қар басып қалған. Сонда Әлбәк Мағай, бердегі есіңізде ма? Неме деген? Еркелікте бардық қой бәрі. Баржақ, қарда, басып болған. Қайтеміз тоқтатамыз ба дейді.
Biz ayttık. Abdurahmonovda söz var. Aytın. Tabir karşılaşan totutmayın, ötküzüm. Son basarı birazdan gün aşıp hep. Sonda ama yakın taş şurada kılamız degen da. Söylesin. Biz endi bari ağayda küttürmüz, ağay ne kılamiz? Al boy desa al boy kılатын boluptur. Endi avulga salsan, kolxozga salsan, olar endi şıkpay kalsalar boldu. Bana mektep, bana Abdurahmonovдың nesinden ustandılığı bana katlı koldu. Ой, поддержка. Ya, motivatsiya bergen de, taş şurada bolat degen, soman bana kar olsam çıqqanız. Bu sonunda esime çıkpaydı, Sadat Qo'jayev Nazira tergin isteydi. Ana rafta kelgen. Men bizning avına keldi de, ana qir qo'yandi. Çıqamasa söylüyor var tıkıldadı. Televizyon kameralarından kelgen, soman niye gerek bağanağı kun çıkıp beri jakırıp, karlar yeri batır. Niye gerek bağanağı, navruz öte tamaşa bolan sonda. Salqın olup, bana raftı, traktorlar çıkarıp, apakamız kolxoz oldu küçük. Kolxoz degen öte güçlü, ertaylar dedi. Қазақша көйлектерimiz су болып, өлбек не Bäri astany jerge tiyip, qara tiyip kelgen, ertelen aybetke bargany, navruz şununa jetken kezde tamaşa bolgan. Qara yer. Ana taşankalarni aldırışıyor. Taşanka bilesizler, iki döngölekti. Avulda toy bolatın bolsa, zaksizlerdi toktatıp, soğukunu ötküzersin dep tur. Qara. Soğukuna zaksizlerini ötküzür. Endi qaralar, aytabersin ötene köp. Tüzüldün aldın bu taşandı, tüzüldü. Men o'sha bir gap aytdim. Da Gulzira. Kel. Men eng erkatay o'qishim, ari nima deydi? Maqtanish etadigan direktorimda bu. Tuylaydi. Degan mektepda ekspansiyasi bo'ladi. Bu yoqda shu bo'lib ketasiz, aniq bilan. Kechaganda biz o'tirdik. Ha, ya, shunda tinglamay ketdik. Hozirda senlarga taslim bo'ladi. İltimas bo'ladi. Yerga borgan kezde har vaqt kim söylese-de izzatdan hurmatman. Shay shu qolib ketmaydi, tavom shu qolib ketmaydi. O'ta bir hurmat izzatdan yaxshi o'tkazib nasib. Qara, eshik bastaydi. Endi ma'lumot söyleydi. Ayz kimni bo'ladi? Bol. Sen etsinlarimiz qo'ymadingmi? Yo'q. Ne boshqay? Ha, yerlar Жазым қалды ғой, жазым қалды. Bu yerlar rayonda mektepte var. Yerlar rayonumuzda eng yedinchi aqshin tili o'qituvchisi. Adli o'qituvchi emas, Anarabay sizga shagird. Yedinchi aqshin tili o'qituvchisi. Ko'p olimpiadada barlarında o'sib yerinib turadi. Qulumtayeva 29 mektepte o'zimiz ko'rishimiz. Sen qaysi panel? Pastavuş. Ana apadan. Bu yerda qisqa söyleyemiz. Qanday qabul olmasın ha? Azapdan qap söyleyinglar. Hürmetli ağaylar, apaylar, jigitler, kızlar, осы 25 yıllık кездесуіміз осымен тоқтамасын, тағы да жалғаса берсін. Бірлігіміз жоғалмай, сіз біздесіп жүре берейік. Толықтым. Сіздер 25 жылдан бері көрмеген жандарды енді көріп тұрмын. Біз ең бақытты жандардың біріміз. Себебі біздің әкім айтады. Жоғары Шыршық Ташкент облысының ең жақсы жерінде жайғасқан. Сендер ең бақытты азаматсыңдар деп бізді әр жиналыста ұрсады. Расында да неге бұлай айта береді деп әкімді біз жаман көруші едік. Өткен жылы іс-шарамен бүкіл осы Ташкент облысындағы 22 ауданды аралап шықтық. Расында да біздің Жоғары Шыршық ең жүрегі екен, ең жақсы екен. Адамдары да, жайласу орны да, мен әкімге сол жерде тән бердім. Енді әкім осыған уақытта, сағаттар жиналысып қойған уақытта мен әкімді жаман көрмейтін болдым. Сағаттар отырғаны жаман көрер едік. Сағатымызға қарап. Сол бір жылдан бері мен әкімге өзім риза болатын болдым. Сол Жоғары Шыршықтың ішіндегі ең жақсы ауыл жаңыл. Бұны мойындамаудың еш ләж жоқ. Себебі адамдары жайлы. Бұл жердің итini көрсем de қуантайын. Мынау ұқтығызың жігер дейді.
Анам туысы болса да ол туыспайды, себебі ол Жамбылдан барған. Жамбылдың ауасынан тыныс алған. Әрқашан осы Жамбылдағы мейір шапағат жоғалмасын. Бұл Жамбылдың азаматы екендігіміз, бұл біздің мақтанышымыз. Себебі көп жерге барсам, қай жерден шыққан екен, Жамбылдан шыққан екен. Жоғарғы жұмыс орындарда да көпшілік осы Жамбылдан. Жамбылдың оқушыларының тәртібі басқа мектептерге қарағанда барлық жоғары. Алладан сұрайтынымыз осы Жамбылдың ауасы бұзылмасын. Жамбылдың халқы аман болсын. Ұстаздардың жолын беріп, сіздер сияқты пенсияға шығу бізге де нәсіп болсын. Gülmira, bu Gülmira birinchi sinfga kelganda Abdullaga yana sabab o'tadi. Men bilan biologiyadan chiqaman, aylanib yurib, Yestiranda turadi. Ayaqdan qarshi kelib o'sha yerda turadi. Hey, siz klassga qanday birga apartasan, yana kelib turib bo'ladi. So, ag'ay sabab o'tadi Yestirandasiz. Апам есінде тұрады, мен ғой лабораториясына мен ауылдан соңғы кеткен жылым 2007 жылдан бері енді келіп тұрмын. Бұлай жаңа келе жатырмын, Жұмабазардан бұрылдық, совсем басқаша, прям басқаша эмоция прям яқып тұр. Оңай уақыт емес, 18 жылдан бері енді келіп тұрмын ауылға. Оның алдында мен тойға неге келем, Ташкентке келем, сонымен қайтып кетемін. Мына жаққа келмегем, ауылға мен последний раз мен 2007 жылы келдім. 2007-нің жазында келдім. Содан кейін енді келіп тұрмын. Барлықтарыңызды көргенге қуаныштымын. Ағай, біздің жаңағы 22-ші мектепті мақтап жатсыздар ғой. Действительно, ол неге, потому что біздің мектепте ер адамдар, мұғалімдер көп болды, ағайлар көп болды. Соның арқасында бізде жесткий тәртіп болды, балалар тәртіпті болды. Действительно, жақсы мектеп болды. Әлі де ырза болам сіздердің арқаларыңыз, ағайлар. Рахмет сіздерге. Бізді осыншалықты білім бердіңіздер, бізге соншама тәрбие бердіңіздер. Оның барлығы действительно көрінеді екен. Мен қазіргі өзімнің, жаңа ағай сіз айтқандай, өзімнің почеркімнің әдемі болуына рахмет сіздің неңіз. Потому что сіз айтатын едіңіз. Жазған кезде, ана үстіне қоятын точкалар ең соңында істеңдер, қолдарыңды үзбей жазыңдар деп айтатын. Басымызда каждый баланың басында бір ручканы ұстап тұрып солай. Каждый солай тұрып жазғызып үйрететін апай. Сізге үлкен рахмет. Мен қазір өзім балаларыма айтам сол. Маған апай бірінші класста сөйтіп үйреткен, давай да сендер де өйстіп жазыңдар деп. Рахмет сіздерге, аман болыңыздар, ешқашан қартаймаңыздар, ешқашан жүздеріңізден қуаныш кетпесін, жыласаңыздар да ол қуаныштың жасы болсын. Рахмет. Дамира келді. Абай Дамира. Дамира сен сөйлейсің. Рас келдіңіз ғой. Тілегін айтып кел. Тілегімді айтып кетемін. Қысқа. Айта берсін. Саламатсыздар ма ұстаздар, сынып достар. Сіздерді көріп тұрғанына өте қуаныштымын ұстаздар. Сынып достарымды көріп тұрған шын айтасыздар, 25 жылдан бері кездеспеген класс достарымды көріп тұрмын, өте қуаныштымын. Барлық нәрсе ұстаздардың арқасынан осылай тұрғанымыз, осындай жетістікте жеткеніміз, осындай жоғары орындарда отырып, бір креслоның иесі болып отырғанымыздың барлығы ұстаздарымыздың арқасы. Мейраш апай, сізге де өте үлкен рахмет айтпақшымын, себебі барлығы жақсы нәрсені естеді ғой. Бірден біз класстастарменен Мейраш апайымыз аппаған сабақтың соңында басымызға ұрып шыққан бәріміз. Неге екенін айтайын, таблицаны жаттамағанбыз, кестені. Сонда ұрып шыққанда апай өте дұрыс қылған екендер. Барлығымыз жылағанбыз, отырғанбыз, бірақ содан кейін сол таблицаны әліге дейін естен шығармаймыз. Шын айтайын. Бірақ ұстаздар, үлкен рахмет айтамын. Ағайлардың барлығының сабақ өткендері, білімдері барлығы жадымызда. Сіздерді ешқашан ұмытпаймыз. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, тыныштық, татулық. Мына класс достарымызды көріп тұрғанымызға өте қуаныштымын. Барлықтарының отбасыларына да амандық тілеймін. Кездесу мұнан да нығая берсін. Ешқашан қартаймаңыздар, осындай әдемі болып жүре беріңіздер. Сау болыңыздар.
Гүлжамал. Бірінші сөз рахметтен бастайды ұстаздарға. Өзіміз 23 жыл болды ұстаздық кәсібін таңдағаныма. 23 жылдан бері істеймін. Жаңа апай айтқандай толқып тұрмын дегені. Толқиды екен. Ұстаз толқиды. Себебі ұстаз екінші ана, екінші әке болады екен. Өзінің анасы, әкесі қандай өзім басымнан өтіп жатыр да қазір. Қандай ойласа баланы, ұстаз құд сондай ойлайды екен. Үйде отырып оқушының есінен шығып кетуі мүмкін, бірақ оқытушының есінен шықпайды ешнәрсе. Барлық нәрсе не өткен, кейін сыныпта неше оқушы болса, барлығына жауапкершілік мойнында. Қиын кәсіп, өте қиын кәсіп екен. Бірақ соның үшін мен әрдайым айтамын, оқытушыларға рахмет деп керек, оқытушыларға рахмет деп керек. Мына үлкен рахмет сіздерге, сіздердің арқаларыңызбен осы кәсіпті таңдадық, осы кәсіптің мәнін жеткіздіңіз. Мынау жаңа айтқандай оқытушы қатал болу керек, оқытушы қатал болғаны неде? Осы келешекте өзінің орнын қиналмай таусын деген. Өзінің келешекте мен қазір оқушыларыма да солай түсіндіремін да, баспалдақ сызып қоямын да, ең жоғарғы арман. Осы арманға жету үшін баспалдақты басып өту керек. Ол әрбір баспалдаққа бір өзінің нені қойып қой, арманды жетіп бара бересің. Кейін барып жетеміз. 25 жыл өттік, Құдайға шүкір, 25 жыл ішінде өзіміздің орнымызды таудық, міне ана болдық, мына ана атандық, барлығымыз өзіміздің семьямыз болды. Немере сүйіп отырғандар бар, барлықтарымыздың дендеріміз сау болсын. Құдай қаласа кейінгі жылдарда да осылай сыйластығымыз жоғалмай бірге береміз. Мына ұстаздарды шақыра берейік. Ұстаздар әрдайым келіп төрімізде отырыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, жылдық класстастарым, қош келіпсіздер. Дендеріңіз сау болсын. Әрдайым шаршамай шалдықта жүріңіздер. Келесі осындай ұшырасуларда бас қосып отырып барлықтарыңызбен насip қыла берсін. Берген білімдеріңізге разы болыңыздар. Сіздердің арқаларыңыздан, сіздердің ерліктер, әуес қой бұл. Арқаларыңызда бізден осы ұстаздық жолын таңдап, Аллаға шүкір, осы жол таңдағаныма ризашылығым керек. Өзім әке-шешем себепкер болған енді. Не істейсің сен? Білмеймін, не істейді. Сен оқытушы болдың. Әбеттеген боласың, әбеттеген тіліктерді қала берсін. Английский оқиды мен балам деп. Немістілге өткен жерден английскийге өткізіп кеткен. Біле өткізіп кеткен. Allah'ın razı olsun. Allah'a şükür Müslümanbız. Еш уақытта бұл дүние, о дүниені бірге алып жүруіміз керек. Осы жас емеспіз барлығымыз. Қазір өткен ағайлар бар, апайлар бар, ауылдың басқа азаматтар бар, бабалар, аталар. Сенден класстастарыңа, сен біреуіме кетіп қалған білемін. Мен не деймін, солардың ұлықтарына жау өтіп кеткен әке шешелеріміздің ұлықтарына барса бір тілі бар. Тыныш саламат болсын, осы күндерге жетуге осы жерде отырған болсын, Алла тағалаға мақтау мадақтар болсын.